Бүгін біз шаш күтіміндегі жиі жіберілетін қателіктер жайлы сөйлесетін боламыз. Сәлем, менің есімім Индира, мен шаш экспертімін. 14 жылдық опыты бар парикмахер. Сіздер негізі шаш күтімінде қалай жасап жүргендеріңіз дұрыс емес екенін жиі ойланасыздар ма? Шаштың күтімі ол 2-3 түрге бөлінеді. Ол жаңағы шаштың структурасына байланысты, яғни сухой, жирный, құрғақ және майлы шаш, не болмаса боялған, боялмаған деп бөлінеді. Әр шаштың өзінің күтімі бар. Шаш күтіміндегі ең маңыздылардың бірі ол тарақ. Тарақ шашқа пайдасы және зияны өте көп. Шашты дұрыс тарай білу керек. Тарақтың қандай түрлері бар, қай шашқа қандай тарақ керек екенін келесі видеода қалдырып кетемін. Ал қазір ең бастысы сіздердің білу міндеттеріңіз: тарақты әр шаш тарағаннан кейін жуып отыру керек. Оның себебі шаштағы бүкіл шаң, тозаң, күні бойы жинаған мусорлардың бәрі тарақта қалып қояды. Ол бактерияға размножаться етіп, келесі тараған кезде шашыңызға түсіп, шашыңыз тез майланғыш және әлсіз болады. Және екінші ең көп жіберілетін қателік ол шашты жуғаннан кейін өте қатты сығуға болмайды. Полотенцемен осылай үйкелеп кептіруге болмайды. Одан шашыңыз су кезінде шаш жұмсақ болғандықтан ол тез сынғыш және өзінің құрамын жоғалтқыш болады. Сол себепті басыңызды жуып болғаннан кейін салфеткамен неме полотенцемен осылай басу арқылы ғана кептіресіз. Шашты су кезінде 100%-ға тарауға болмайды. Шашыңызды мейлінше табиғи ауамен, яғни фенсіз кептіру керек. Если фенмен кептіретіңіз болсаңыз, фенді алыстан, жоғарыдан төмен қарай кептіресіз. 80% шашыңыз кепкеннен кейін қана тістері арасы ашық тарақпен тарауға болады. Су кезінде мүлдем шашты тарамаймыз, егер сізге шашыңыздың сапасы өте маңызды болса. Ең жиі жіберілетін қателіктердің бірі ол шампуньмен дұрыс пайдаланбау, бас терісін дұрыс жумау. Егер де сіз аптасына 1 рет, 2 рет жуатын адамдардан қатарынан болсаңыз, сізге басын міндетті түрде 2 рет жуып керек болады. Ал егер күніге жуатын болсаңыз, онда 1 рет жуу жеткілікті. Бірінші жуғаннан ол шашыңыздағы күнде жинаған шаң тозаңдардан құтылады. Екінші рет жуған кезде бас терісінің астындағы жиналған керек емес элементтардан құтылатын болады. Шампунның жууының өзінің ерекшеліктері ол бірінші түбіне жағып, әбден түбін жуып алғаннан кейін қалған көбікті ұзындығына созу арқылы жуамыз. Ұзындығына отдельный шампунь құймаймыз. Егер де шашыңыз шатасқыш болса, онда басты жуардың алдында бірінші шашыңызды әдемілеп тарап аламыз. Сол кезде шаш шатаспайтын болады. Ең жиі қойылатын сұрақ ол бальзам кондиционерді қалай дұрыс пайдалану керек. Бальзам кондиционерді әр шашы ұзын адам міндетті түрде пайдалану керек. Ол боялған, боялмаған шашқа бөлінбейді. Және оның пайдаланудың өзіндік ережесі бар. Міндетті түрде бальзам кондиционерді осындай положенияда пайдалану керек. Түбіне жағуға болмайды. Тек ұзындығына осындай движениемен жағып шығамыз және осындай движениемен салқын сумен шайып аламыз. Бальзам кондиционердің көмегі ол қоршаған ортадағы ластардан, шаң тозаңнан ол шашты запечатывать етіп, бір қалыпқа келдіріп, қорғап ұстап тұрады. Пайдасы өте көп. Келесі қателік ол үйде отырған аналарға арналған. Бәріміз білеміз, баламен отырған кезде бізге шаштың ұзығы мешать жасағандықтан біз постоянно шашымызды үйде жинап жүреміз. Жинауға болады, бірақ қандай резинкамен жинау керек? Жай кәдімгі синтетика қатты резинкамен жинасаңыз, шашыңыз одан сайын сынғыш және әлсіз болады. Сол үшін менің сізге беретін кеңесім осындай резиновый резинка. Бұл силиконовый резинка шашты ешқандай сынғыш, ондай нелеріне зияны жоқ, өте наоборот шашыңызды жұмсақ әдемі жинайтын болады. Ал мейлінше шашыңыз қалың болса, мен сізге осындай крабикпен жинауды ұсынамын. Одан шашыңыз еш құртылмайды және оған шашқа зияны жоқ. Шашыңызды орап тұрып, төбеге жинап, пучок жасауға болмайды. Шашыңыздың ұзындығы сынғыш болып келеді.
Ал келесі ол қателік, ол біздің жұмыс істейтін қыз келіншектерге. Сіздер күнде жұмысқа асығып шашыңызды фенмен кептіресіздер, мен оны білемін. Бірақ фенмен кептіргеннің өзінде де міндетті түрде шашыңыздың су кезінде термозащитаны пайдалануды ұмытпаймыз. Ол өте маңызды. Содан кейін шашыңызды фенмен кептірген кезде алыстан орташа температурамен төменнен жоғары қарай кептіреміз. Осындай движение арқылы екінші қолыңызбен шашыңызды осылай сипап кептіретін болсаңыз, шашыңыз біріншіден сынбай, жақсы шатаспай кебетін болады және электризация етпейтін болады. Шашты астынан осылай кептіруге болмайды. Еңкейіп кептіруге болмайды. Шашыңыз ол кезде пористый дейді ғой, мынандай воздушный болып кетеді. Ұштарының бәрі қатты кеуіп, сынғыш және шатасқыш болып кетеді. Және тағы да ең көп кездесетін қателіктердің бірі, бір температурадан екінші температураға шашты жайып жүру. Яғни қыстың күні қатты желде, суықта, минусовой температурада шашыңызды жайып жүріп, ыстық жерге кірген кезде шашыңыздағы бүкіл түп ұзындығындағы витаминдердің бәрі жойылып кетеді. Ол содан кейін сынғыш, сухой, құрғақ болып қалады. Сол себепті қыстың күні шашыңызды мейлінше куртканың ішінде, не болмаса шарфтың ішінде орап тығып жүріңіз. Суық минусовой температурада ол жүрмеу керек. Ал керісінше жаздың күні қатты ыстық болған кезде, шашыңызды жайып жүрген кезде міндетті түрде термозащита, не болмаса май жағып жүріңіздер. Қазір арнайы әртүрлі майлардың түрі бар. Оны жууға керек емес. Не требует смывки деп айтады ғой, сондай майлардың түрі көп. Обязательно пайдаланып жүріңіз. И әрине ең соңғы ол пайдалы менің сіздерге кеңесім, ол дұрыс тамақтану. Дәрумендер ішу, витаминдер ішу, жеміс жидек, көкөністерді көп жеу. Ол ішкі асқазандағы желінген тамақтардың витаминдердің бәрі не только бетке, и шашқа да пайдасы өте көп. Шашыңыз жылтыр, тез өскіш, жаңағыдай табиғи сұлулығын жоғалтпай жүреді. Оның бәрі сіздің денсаулығыңызға және дұрыс тамақтануыңызға байланысты. Сол үшін қыздар, өзіміз жақсы көріп, сыйлап, дұрыс тамақтанып, дұрыс күтім жасап жүрейік. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазып кетіңіздер, мен сіздер үшін сол сұраққа арнайы видео түсіретін боламын. Келесі роликта тағы да қызық менде сіздерге ақпарат бар. Қарауды, лайк басуды ұмытып кетпейміз.